өлең арың бұл атты өлеңін оқитын Алтынбек Жасмина. Ана тілін біліп қой, еркіндігің, кеңдігің. Ана тілін біліп қой, мақтанысың елдігің. Ана тілің адың бол, ұятың бол, тіл бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Ал балалар, домбырадай ұраны қаскерлеуге тұрады, сонда жатыр даламның әні менен ұраны. Балалар, қонақтың өлең, ән айтуына тілек білдірудің аты қонақ кәде сұрау деп аталады. Олай болса, ал қадірменді аналар, сіздерден қонақ кәде сұраймыз? Жарайды, айтайық. Шынайы жүздерменен, ең жақсы сөздерменен, жарқырап күліп тұрған, жайнаған көздерменен, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Сағынған жүрекпенен, ең жақсы тілекпенен, құшақтатқан ызасы, ең жақсы ниетпенен, кездескен қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Рахмет, құрметті аналар. Қазақ тілін көркейткен Байтұрсынұлы Нартолға Ахмет атың өлмейді, қазақ деген ел барда. Маймыл мен көзілдірік Крыловтан аударған Ахмет Байтұрсынұлы. Орындайтындар Ковлова-Ева мен Амангелді Алихан. Маймыл көзі ойлады, емітерге оған өзі. Көз аса, көзілдірік үндіге сүйетін құлағына көрген сөзі. Бес алтын көзілдірік маймыл тапты, біразын көрім қызық тапты. Қарылды бірін еске, бірін жалап, бар езгай беске қойып жатты. Қайта жоқ, еске сиде, жаласады, қойып әр, әшерге қарысады. Маймылға көзілдірік ем болмады, адамның көздеріне жарасады. Қандай пайдап кетті, әнінің ұшынан кәрі кетті. Бәрі тақсап кеп көзілдірік шылау істеді, бәрі адам бітті, адам бітті. Қараңыз, маймыл нетті сонда тұрып, бір тасқа ұрды барын лақтырып. Ашу мен жарындықтан пайда бар ма? Күл-күл боп көзілдірік қалды сылап.